Onun sözüne kulak asın. Dұрыс айтасың Ақнұр. Қазақ қатты жасына лайық аузы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты, ойы терең, ақылы тілеге теңіз болып келеді. Міне осындай деңгейге лайық қариялардың жылына бір рет келетін бірінші қазан қарттар күнімен құттықтай отырып, қарттарым, асыл қазына атты кешімізге қош келдіңіз дегім келеді. Қадірлі әжелер, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Мынау халқымызда бал деген әдемі сөз бар ғой. Бала немере туралы ақын Мұсафар Әлімбаев былай деген екен. Бала деген бал екен, бал дегенің бал екен. Немеренің бойында бар жақсылық бар екен. Туған балаң жайрана, демесе де жат көтен, нағыз бала ойласаң, немере екен тәтті екен. Немере екен тәтті екен демекші, сіздерге оқушыларымыздың үш тілде айтатын өлең тақпақтарын қабыл алыңыздар. Көргенімізге бақытсынамын. Еңбегімді ешітпейтін өмірде. Елмен жұрттың ұл мен қыздың бағалар. Қысқарт оғың ақыл бөлім қолама. Аспаным ән жасыл қолама. Ер жетсем де еркегім қалмайды. Көз алдында сен тұрған олармын. Қош келіпсіз ақжаулықты айналы. Ақыл кенін арқалаған аталар. Алдарында шапқасында құлпырған. Біз алаңсыз балғын шақты балалар. Армысыз ауылымның асылдары. Жайнасын көңілдерің шашы бағы. Сіздер үшін ән мен күй, өлең мен би. Сіздер үшін мереке шашулары.
Сендер үшін алдым әдейі.